кіріспе сабақ. Араб тілінде сөз, үлгілі сөз, сөз өнері, өнердің негізгі түрлерінің бірі. Көркем өнердің 5 түрі бар. Олар сәулет өнері, мүсін өнері, бейнелеу өнері, саз өнері және сөз өнері. Көркем әдебиет ұлттың айнасы. Оқушы әдебиетті оқу арқылы сөздің асылығы мен жасығын таниды. Сөзбен өз ойын бейнелейді, тарихын біліп, салт дәстүрінен хабардар болып, ұлттық болмысын, ең бастысы ана тілінің байлығын бойына сіңіреді. Сөйтіп рухани, бай, эстетикалық талғамы биік адам болып қалыптасады. Қоғамда болып жатқан барлық өзгерістер мен жаңалықтар әдебиетті көркем шығарма болып жазылады. Себебі жазушы өзі өмір сүріп отырған немесе ертеректе болған өмір шындығын бейнелейді. Өмір шындығын оқырманның көз алдына шынайы шебер жазушы ғана елестете алады. Көркем өнер түрлері, яғни сәулет, мүсін, сурет, саз бәрі де табиғаттың құбылыстың немесе адамның бір сәттік қана қалпын бейнелесе, ал сөз өнері табиғатқа жан бітіріп, адамның ішкі жан дүниесін бейнелейді. Абай күз өлеңінде «Сор бұлт түсі суық, қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін, тойғаны ма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан» деп табиғатты қимыл қозғалыс, яғни динамика үстінде суреттейді. Міне, сөз өнерінің құдіреті де сол нені суреттесе де оқырманның көз алдына суреттеп отырған бейнені елестету. Сондықтан да халқымыз өнер алды деп сөз өнерін жоғары бағалаған.